Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Дазай. Бүгін біз Майнкрафтқа компьютерден қалай шейдерді орнатуды үйренетін боламыз. Көбісі оны білмей, түсінбей жатады. Оны мен бүгін сіздерге тезірек түсіндіріп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ол маған видео түсіріп, ары қарай жалғастыруға көмектесетін болады. Ал ендеше көп созбай, видеоға кеттік. Google'a кіріп, скачать шейдер Chocopic 13 деп жазамыз. Ол слабый шейдер болғаннан кейін компьютерді көп нагружать етпейді, және де слабый компьютерлерге де бола береді. Міне осы сайтқа кіреміз, бірінші сайтқа, және де сәл астыға түсеміз. Астыға түскен яғни осындай версия 7.1 деген шығады. Мега слабый деген таңдаймыз. Сіздер егер слабый компьютер болса, мен міне таңдадым, және де осыны рабочий столға жібереміз. Сосын лаунчерді ашып, файлды басамыз, міне шетіндегі. Сосын осы жерден міне жақта осы жерде Shaders Pack деген таңдаймыз. Shaders Pack міне осы жерде менде көптеген шейдерлар бар. Және де осы жерге жаңағы скачать етіп алған шейдерімізді жібереміз. Қазір все. Болды, енді осының бәрін жауып, ойынға кіреміз. Ойынға кірген соң настройка графики деген басып, шейдер деген таңдаймыз. Осы жерде жаңа Chocopic 13 деген таңдаймыз, басамыз, сосын одан кейін болды, готов деген басамыз. Вот. Міне бізде осында керемет сурет шығады. Менде бандикам қосылып тұрғаннан кейін экран запись менде кішкене қатып тұр. Бұлай негізінде слабый ПК-ларға бұл нормально. Міне кереметтіңдей өзіңізге комфортно ойнағанға болады. Осындай бұлттар бар. Болды. Енді видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып отырамыз. Және видеоның астынан комментарий жазып кетеміз. Келесіде енді мен сіздерге тағы да осындай видеолар түсіруге тырысамын. Сау болыңыздар.